Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін үйіңізде ақша көп болу үшін аптаның әр күні жасауға болатын наным сенімдері туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі айтатын күн ол бейсенбі, четверг. Бейсенбіде қаржыны көбейтуге қатысты не істесек болады? Бұл күні қарыздарды қайтарып, қаржылық сипаттағы кез келген істі бастауға болады. Мысалы, несие рәсімдеуге, депозит ашу, мүлік немесе көлік үшін бастапқы соманы төлеу және тағы басқа. Ақшаға қатысты барлық істі тек шын жүректен таза ниетпен бастау керек. Жалпы бұл күні мына іс-әрекеттерді қолға алыңыз. Ең бірінші, қарыздардан құтылыңыз. Сонда сіздің ақшаңыз көбейіп, қаржылық қиындықтар жойылатын болады. Сол сияқты ваннаны суға толтырып, түбіне бірнеше монета тастап, суға жуыныңыз. Үшінші, үлкен сомадағы қаражатты жұмсамаңыз. Төртінші, үйіңізде ақша болу үшін сол күні оны 3 рет есептеңіз. Таңертең, түсте және кешке. Бейсенбі күні Юпитердің ықпалында күн болып есептеледі. Ол табыс пен берекенің көбеюдің күні болып есептеледі. Сондықтан қаржы бойынша бұл күн ең табысты күн болып саналады. Егер де каналға ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз.